Саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің есімім Нұрсұлтан Хамидоллаұлы. Мен сіздің патронаждық дәрігеріңіз боламын. Мен үй жағдайында профилактикалық қарау және консультациялық кеңес беру үшін келіп отырмын. Сіздің қол жуатын жеріңіз қай жерде? Сол жақта. Қолымды жудым. Мында отырмыз. Сіздің аты жөніңіз кім? Кеңесбаева Мадина Алтайқызы. Жасыңыз нешеде, Мадина? 24-те. Қай жерде тіркелгенсіз? Бірінші ауруханада. Бірінші ауруханада. Қай жерде тұрасыз? Кеңесар көшесі 60-шы үй, 35-ші квартира. Түсінікті. Мен сіздің осы первицеленген есеп бойынша сіздің мал істеріңіз керек. Қалыпты. Сіздің телефон нөміріңіз қандай? 775 696 1505. Түсінікті. Осы жүктілік кезінде қандай да бір шағымдарыңыз бар ма? Жоқ. Енді мен сіздің жалпы қарау үшін сіздің давлениеңізді өлшеймін. Давлениеңіз қалыпты 120-ға 80. Енді мына термометрді негізге қолдығыңыздың астына қойыңыз. Так, қалыпты екен, 36-6. Енді маған пульсіңізді өлшеу үшін екі қолыңызды беріңіз. Қалыпты. Енді мен сіздің тері және шырыш қабаттарыңызды тексеріп көрейін. Қалыпты. Және аяғыңызды беріңіз. Аяғыңызда ешқандай варикоз кеңеюі жоқ. Енді мен сіздің жатыр түбі биіктігін және де сыртқы акушерлік қарау үшін сізді жатуыңызды сұраймын. Жүріңіз. Бірінші біз іш айналымын өлшейміз, ол үшін бізге сантиметр керек болады. Енді біз осы сантиметрмен ішіңізді көтеріңіз, арқасынан өткізіп, іштің жоғарғы қырына қойып, кіндік тұсында өлшейміз. Қалыпты 90 сантиметр. Енді екінші әдіс, бұл біз жатыр түбі биіктігін анықтаймыз, ол үшін біз қасағаның жоғарғы қырына қоямыз. Сантиметрді ұстап тұрып, сырып, жатыр түбі биіктігін анықтаймыз. Қалып 37 сантиметр. Келесі әдіс, бұл Леопольд-Левицкого әдісі. Бірінші тәсіл, ол жатыр түбі деңгейінің биіктігін және ұрықтың түбіндегі бөлігін анықтау. Ол үшін біз екі алақанымызды жатыр түбі биіктігіне, іштің жоғары бөлігіне қоямыз. Саусағымызды бір-біріне тигізбейміз. Солай анықтаймыз, басып. Екінші, ол жатыр қуысында ұрықтың орналасуын, позициясын, түрін анықтау. Ол үшін біз екі қолымызды іштің бүйір бөлігіне қоямыз. Және пальпациялаймыз. Келесі, үшінші тәсіл, ол ұрықтың келіп тұрған бөлігін анықтау. Ол үшін біз шаптың жоғарғы бөлігіне бірінші саусағымызды және төртінші саусағымызды қойып пальпациялаймыз. Келесі, ұрықтың келіп тұрған бөлігін кіші жамбас жазықтығына қатынасын анықтау үшін біз әйелдің аяғына қарама-қарсы тұрып, екі қолымызды іштің төменгі бөлігіне қоямыз. Саусақ бір-біріне тиіп тұру керек, және пальпациялаймыз. Осы тәсілге байланысты біз бұл жерде ұрықтың арқасы сол жақтан бірінші позицияда, арқасы жатырдың алдыңғы қабырғасында орналасқан, алдыңғы түрі баспен келіп тұр. Осы позицияға байланысты біз жүрек соғысын тыңдаймыз. Ол сол жақ, іштің сол жағынан болады. Ұрықтың жүрек соғысы 130 рет, қалыпты. Енді сізде қандай да бір бөліністер бар ма? Жоқ. Қандай да бір жағымсыз иістер? Жоқ. Жоқ. Жарайды, тұрыңыз, келіп отырыңыз. Осы жүктілік кезінде қандай да бір қауіп-қатердің алдын алу үшін, мысалы сізде қан кетулер болса, қандай да бір тырысулар болатын болса, және де температураңыз көтерілген жағдайда, және басқа да ауырсынулар болған жағдайда, және ұрықтың қатты қозғалуы болмаса мүлдем қозғалмау кезінде, аяқтың нелер кезінде ісінділер болатын болса, және де қандай да бір сулар ағатын болса, сіз тезде лезде гинекологқа баруыңыз қажет болады.
Және келесі мен сізге осы жүктілік кезінде қалай тамақтану керек және қалай гигиена сақтауын түсіндіріп айтайын. Жүктілік кезінде тамаққа тамақты өте қарап жеу керек. Ол жерде сіз ауыр тамақтар, жаңағыдай жареный тамақтар жемеуіңіз қажет. Неге? Витаминдерге бай тамақтар жеуіңіз қажет. Және де сорпалар, мысалы жеңіл және көкөністерге көп көңіл бөлуіңіз қажет. Және жүктілік кезінде организм жаңағы темір және фолиді заттарын қажет етеді. Ол темір мен фолий заттары көбінесе бауырда, етте, балықта, сүтте, жұмыртқада және де қызанақта өте көп болып табылады. Сол тағамдарды көп жеуіңіз қажет. Және келесі мен сізге осы тағамдарға аллергияңыз болатын болса, оларды жемеуіңіз қажет. Келесі ол гигиена сақтау. Гигиенада сіз өте өзіңізді таза болуыңыз қажет. Ол өзі әсер етеді. Және де ешқандай да бір есірткі заттар, арақ, темекі және де дәрі-дәрмектерді қолданбауыңыз қажет. Бірақ дәрі-дәрмектерді өзіңіздің емдеуші дәрігеріңіздің назначениесі бойынша қатал қолдануыңыз қажет. Келесі осы босанудың алдын, то есть босану оңай өту үшін сіз жалпы босануға дейінгі мектептерге барсаңыз және психологтарға барсаңыз болады. Осы мен айтқан заттарымды қайталап беріңізші. Мен мынандай сұрақты сізге енді, сіз темір деп жатсыз ғой, етте көп болады деп жатсыз темір. Мысалға мен бешбармақ қуырдақ жесем қалай болады? Оны жемегеніңіз жөн болып табылады, себебі ол өте ауыр майлы тамақ болып табылады. Сосын менде мынандай болып тұрады, түнде ұйықтап жатқан кезде ішім ауырып тұрады қатты. Енді ол ауырсынуына байланысты қатты ауырсынулар, тоқтамайтын ауырсынулар, шыдатпайтын ауырсынулар болатын болса, ол кезде сіз гинеколог дәрігеріңізге звондап 103 шақыруыңыз қажет. Жарайды, мен түсіндім. Енді мен осы патронаждық өткізгенімді блокнотқа және де бланкаға және журналға жаздым. Сосын осы акушер-гинекологты ақпараттандырдым. Керек жағдайда гинекология акушерия заведующийіне баяндаймын. Сізде қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақтарым жоқ. Жарайды, қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, кез келген уақытта гинеколог дәрігеріңізден сұрасаңыз болады. Сау болыңыз. Сау болыңыз.